Көшеде келе жатқан бір жігіт бір сұлу қыз көріп қалып соңынан қалмай қойды дейді. Анда барса анда, мында барса мында бар. Сосын енді қыз қарады, қайт дегендей қылып. Жоқ, ана жігіттің қалатын түрі жоқ. Үйленгім келеді деп сөз салады қызға. Сосын айтады, неге дейді? Сол сіздей сұлу адам көргем жоқпын. Менің жарым болыңыз дейді. Сен сұлулық керек болатын болса, менің сіңілімді көрсең, тіпті сен талып қалар едің ғой. Дейді, саусағын көрсетті. Ана тұрған менің сіңілімді көрдім бе дегенде, анау жалт қарайды. Жалт қарағанда дейді, жоқ, сенікі шын ғашықтық емес, сенікі көрсеғызарлық. Егер шынында құмар тұрсаң, мен нұсқаған жағыма қарамаған болар едім. Деп жаңағы сөзден тосады ғой қысқасы. Айтайын деген, адам бір нәрсеге шындап бет алған қызды жан-жаққа бұрылуға болмайды екен. Жаман аңшы дейді, түлкіні қуып келе жатып орта жолда кездескен қоянға бұрылып кетсе, түлкі де жоқ, қоян да жоқ. Екі менің басын ұстаған суға кетеді деген сияқты. Жалпы адам бір шешімді қабылдайды ғой. Шыншылдықпен бір шешімді қабылдайсыз ғой. Жан-жаққа бұрылуға болмайды. Барынша бір сөзді болсаңыз, ісіңізде нәтиже болады.